Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін керемет осындай үй жағдайында кәуап дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар: тартылған ет, пияз, картоп және дәміне қарай түрлі дәмдеуіштер, тұз қосатын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Алдымен пиязымызды пышақтың көмегімен ұсақтап тураймыз. Егер сіздерде блендер болса, блендермен езіп алсаңыздар да болады. Майдалап, мен де осылай пышақпен турап шықтым, ұсақтап. Өте майда болған дұрыс. Үйде бар заттардан жасалынатын болғандықтан өте оңай, тез дайындалатын кәуаптың түрі. Турап алған пиязымызды тартылған еттің үстіне саламыз және дәміне қарай паприка, қара бұрыш, кориандр және де кинза қосамыз, тұз қосамыз. Барлығын үстіне қосып, жақсылап, қолымыздың көмегімен мыжғылап аламыз, қатты мыжып аламыз. Себебі бізде кәуабымызға еттеріміз бастары бірігу қажет, сол үшін көбірек мыжып аламыз осылай. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, дәл осылай жасасаңыздар, бір жасағаннан шығатын керемет кәуап болып шығады. Егер сіздерде жер үй болмай, осындай көп қабатты үйлерде тұратын болсаңыз, балаларыңызға осында жасап беруге кеңес беремін. Көп уақытыңызды алмайды, өте дәмді болып шығатын кәуап. Енді мен осылай жанына картошканы қойдым. Құр кәуаптан көрі осындай картопты жанына қойып істеген дәмдірек болады. Кез келген көлемде турауға болады картоптарды. Осылай турап алдық. Енді осындай шпажка қажет болады. Бастапқы видеода сіздерге көрсетілмеген шпажканың мен кішкентай түрін қолдандым. Енді еттерімізді осы шпажкаға кигіземіз. Яғни алдын ала салқын суға қолымызды салып аламыз. Сонда қолымызға жабыспайтын болады еттеріміз. Қолымыздың көмегімен осылай домалақтап, сопақша келтіріп, шпажкамызды кигіземіз. Қаттырақ сыңқырап жабыстырамыз етімізді, себебі түсіп қалмау қажет және де ажырап кетпеу керек. Видеода қарап тұрғандарыңызда дәл осылай жасайсыздар. Еш қиындығы жоқ. Барлығын осылай жасап шығамыз. Шпажканың үлкен түрі де қажет қолдануға болады. Мен де осындай кішкентай түрі болғандықтан осы кішкентай шпажкаға жасадым. Дәмі деген кәдімгі далада піскен шашлықтен еш айырмашылық жоқ, дәмді болып шығады. Мінекей шпажкаға барлығын орналастырып болдық. Енді картопымызды алып, қызып тұрған табамызға, майымызға қуырып аламыз. Екі бетін қызарғанша жақсылап қуырамыз. Қуырар алдын тұз сеппейміз. Қуырып болған соң себеміз тұзымызды. Орташа отта осылай картоптарымызды жақсылап қызартып қуырып аламыз. Алдын ала осылай қуырып алғанымыз дұрыс, себебі пешкімізде таза піспей қалуы мүмкін. Сондықтан алдын ала осылай қуырып аламыз. Мінекей картоптарымызды қуырып алдық. Енді үстіне дәміне қарай тұз себеміз. Енді осындай қызып тұрған противинге менде пергамент қағазы болмағандықтан астына кішкене май жағып жердім. Пергамент қағаз болмаса да осылай жасауға болады. Картоптарымызды осылай противинімізге орналастырамыз. Шет-шетіне осылай домалақтап қойып шығамыз. Ортасына кәуабымызды қоямыз. Енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасауға болады. Мен осылай салғанда жөн көрдім. Мінекей барлығын осылай салып шығамыз кәуаптарымызды.
Енді 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минутта пісіріп аламыз. Мінекей 35 минуттан кейін кәуаптарымыз дайын болып шықты. 180 градуста пісіріңіздер, себебі таяқшасы күйіп кетуі мүмкін. Бір жасағынан шығатын дәм өте керемет, ауызда еритін дәмді кәуаптың бірі. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен болған мен